Basılmaydı ne деген soң неге өтірік ақпар береді аудан басшылары? Қайда басты? Қайда қазаққа жанаситын басты? Қайда республика қайда? Қайда облыс қайда? Қайда аудандық қайда? Не деген сұмдық мынау? Не деген сұмдық? Біресе Қытайдың аяғында таптадық, біресе Өзбектің аяғында таптадық. Бір деген сұмдық Құдайдың ұрыс жоқ, соғыс жоқ уақытта мына қазақ не жазды бұл? Қазақты қорлады ғой. Өзбектің аяғынан таптап берсе, аудада звондасаң, біздер бүйтіп жатырмыз ғой, мына су қандай десең, ой жақсы жайлы келеді. Бұратала тамаша, ештерді су алмайды. Бейқам отырмыз біздер. Мына қарасам мынау су мынау. Айдайлау қалқымау, бір жанашитын басшы жоқ қой мына жерде. Мына деген сұмдық, мына деген сұмдық. Не жазған мына қазақтың? Мына қанаттың үйі де құлапты мынау. Біздің малхана гараж құлапты мынау. Мына Бөрхан көкем үйі де құлапты. Қанаттың үйінің арты құлапты мынау. Тоба, не болып кетті бұл өмір, біздің сарай полный құлап қапты ғой. Сарай жоқ па вообще. Ана темірлер тұрған ба? Мына нарғай салғасы да. Сәл оған не қатаман барып, мына арт жағын көрейікші, мына үйге кірамайыз ғой, сол ар жақ. Абай, тоқтама. Пәсті екенде, пәсті екен. Мына ат жақ жарылып тұғы, мына трещина берді. Жарылған. Алла. Мына заборларды бәрі құлайды десеміз қара. Орасқан ең құлаға мынау. Біздің ар жағы құлапты ғой шынымен. Үйге кіріп шыға алмаймыз, терезеге барыпты ғой. Мен төлей тұрғы мұнан бәрі. Сен бұратан үйде құлаптан әтін. Құлағын ғой, ар жағы құлап тұрған. Ар шетін қарсы құлағын ғой. Шалмеген бір жататын білмей құлапты ғой біздің. Не білдім бәрі. Еш нәрсе істей алмайсың сен де? Бас аман болсын, Аллахтың берген сынағы да болды. Еш нәрсе дей алмайсың ғой, не дейсің? Сарай, парай бәрі құлапты. Жаңадан істелген еді ғой барлығы. 1-2 жыл болған еді өткенде. Қанаттың үйде құлаған мынау. Опырылып. Малқына қолына кеткен біздің. Құлай десең, оны тағы сықырлап отыр ғой же. Ауылым.